Біздің оразамыз бен кітап иелері оразасының арасындағы айырмашылық сәресі ішу деген. Умра әл-Ансария былай дейді: бірде маған Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын кіргенде, оған ас ұсындым. Ол кісі сенде ал деді. Мен оразамын дедім. Сонда Алла елшісі: расында періштелер ораза ұстаушының үйінде басқалар тамақ жегенде олар тамақ жеп болғанша немесе тойынғанша ораза ұстаушы игілік тілейді. Расында жәннатта әр-раян деп аталатын қақпа бар. Қиямет күні одан ораза сұрағандар кіреді. Ораза ұстанғандар қайда делінеді. Олар орындарынан тұрады. Олардан басқа қақпа арқылы ешкім кірмейді. Олар кіріп болған соң ол қақпа жабылады да, одан кейін ол арқылы ешкім кірмейді. Шөл басылды, тамырлар нәрге толды. Алла қаласа сауап та бізді күтіп тұр. Расында ораза ұстаушының ауызашар алдында жасаған дұғасы қайтарылмайды. Ораза тұтынушының аузынан шығатын иіс Алла үшін мисктің, әтірдің хош иісінен де жағымдырақ. Шын мәнінде ораза бұл аманат, сеніп тапсырылған нәрсе. Ендеше әркім оған сеніп тапсырылған нәрсені сақтасын. Ораза бұл жай ғана ішіп жеудің тыйылуы емес. Ақиқатында ораза бос сөздер мен жаман сөздерден тыйылу. Алла өтірік айтуын және өтірікке сәйкес амал етуін тоқтатпаған адамның ішіп жеуін қойғанына мұқтаж емес. Рамазан айының түндерін Алланың сыйына иман келтіріп және үміт етіп намаз оқумен өткізген адамның бұрынғы күнәлары кешіріледі. Сендерден біреу ауыз ашатын болса, құрмамен аузын ашсын, ал егер ол құрма таппаса, онда сумен ифтар жасасын, өйткені расында ол тазартады. Адамдар ауыз ашарларына асыққандарынша дін ашық, айқын болады. Өйткені яһудейлер мен христиандар оны кейінге қалдырады, кешіктіреді. Таң атпастан бұрын тамақтаныңдар, өйткені сәресінде береке бар. Егер құсық еріксіз шыққан болса, онда оразаны өтеу міндетті емес. Ал егер ол әдейі шығарылса, онда оразаның қазасын өтеу керек. Ұмытшақтықпен жеп не ішіп қойған адамның оразасы бұзылмайды. Өйткені расында оны тамақтандырып сусындатқан Алла. Көзбояушылықпен ораза ұстаған адам көп құдайшылық жасады. Барша ораза тұтқанда ораза тұтыңдар және барша ауыз ашқанда ауыз ашыңдар. Әрі құрбан шалуда да барша орындайтын кезде орындандар. Кімде-кім Рамазан айында Алланың сый сауабына деген иманмен және үмітпен ораза ұстаса, оның бұрынғы күнәлары кешіріледі. Ораза ұстаған кісіге екі қуаныш бар. Бірі ораза ашқанда қуанады, екіншісі Раббысына қауышқанда оразасының берекетімен жеткен ұлы дәрежесін көргенде қуанады. Кімде-кім ораза ұстаған күйінде қайтыс болса, жәннатқа кіреді. Ораза ұстау тек ішіп жеу немесе сондай нәрселерден бас тарту емес. Кәміл және сауабы бар ораза пайдасыз сөзден, уақытты босқа өткізуден, өсек аян айтудан және нәпсі әммәрінің нәпсі дәрежесінің ең төменгісі, тек жамандықты қайталайтын нәпсі, бүкіл бейімделіктерінен аулақ болғанда ғана болады. Егер біреуден сөгіс естісен, немесе саған надандықпен бір әрекет жасалса, өзіне өзін сөзсіз мен оразамын деп сабыр ет. Кімде-кім ораза ұстаған біреуге ауыз аштырса, ораза ұстаған кісінің сауабын кемітілмей оның сауабын алады. Ораза ұстандар, денелік және рухани денсаулықтарын жақсы болады. Мүмин өлгенде намаз бас жағында, садақа оң жағында, ал ораза сол жағында болады. Егер адам шынайы иман мен сауабына жету мақсатымен Рамазан оразасын ұстап, тарауых намазын оқыса, шешесінен туған күндегідей күнәсіз болады. Аса құдіретті және ұлы Алла, адам баласының әр амалы өзі үшін, ал ораза онда емес. Өйткені мен жемеймін, ішпеймін және бүкіл адамдық сипаттардан пәкпін. Сондықтан оразаның сауабын ерекше түрде көп қылып мен мән беремін дейді.
Рамазан айы кіргенде жәннат есіктері ашылады, жаһаннам есіктері жабылады, шайтандар да шынжырмен байланып қамалады. Ауыз ашарда асығып, сәресіні кешіктіріп істеңдер. Ораза сабырдың жартысы. Ораза мен Құран қиямет күні құлға шапағат етеді.